Қайырлы күн оқушылар, бүгін бізде математика сабағы 2-ші сынып 91-ші сабақ. Бүгін өтілген тақырып бойынша есептер шығарамыз. Сабақты бастамас бұрын менің каналыма тіркелуді және лайк басуды ұмытпа. Бірінші есеп, өрнектерді жаз. А нұсқасы 32 мен 8-дің бөліндісін 5-ке көбейту, яғни жақшаның ішіне 32-ні бөлеміз, 8-ге жақшаның сыртында көбейту 5. Ә нұсқасы А мен 6-ның көбейтіндісін 8-ге бөлу, яғни жақшаның ішіне А көбейту 6, жақшаның сыртында бөлу 8 болады. Екінші есеп, x-ті 8 деп алып, өрнектердің мәнін тап. Жақшаның ішінде 80 азайту 49, жақшаның сыртында қосу 8. Ең алдымен жақшаның ішін шығарып аламыз. 80-нен 49 азайтқанда 31 шығады. 31-ге 8-ді қоссақ 39 шығады. Келесі есеп, жақшаның ішінде 100 азайту 62, бізде 38 шығады. Жақшаның сыртында азайту 8 тең 30 шығады. Келесі өрнек 8 азайту, жақшаның ішінде 72 азайту 65. 8-ін өзін жазып аламыз, жақшаның ішін шығарамыз, бізде жақшаның ішінде 7 шығады. Азайту 7 тең 8-ден 7 алғанда 1 шығады. Үшінші есеп, мәндері бірдей өрнектерді теріп жаз. Бірінші өрнекке қараймыз, 5 көбейту Аға тең бізде А көбейту 5 өрнегі. Келесі 4 көбейту 2 бізде 8 шығады. Мәні 8-ге болатын өрнек бұл жерде жоқ, бұны жазбаймыз. Келесі 3 көбейту 2 бізде 6 шығады. Мәні 6-ға тең болатын өрнек бізде 12 бөлу 2, яғни екеуі тең болады. Қалған өрнектердің бәрінде бізде мәні бірдей болатын өрнектер сәйкес келмейді. Сол себепті оларды жазбаймыз. Төртінші есеп, амалдарды орында. А нұсқасы 8 сантиметр көбейту 5 бізде 40 шығады. 40 сантиметр. 40 сантиметр бөлу 5 бізде 8 сантиметр шығады. 40 сантиметрді 8-ге бөлсек бізде 5 сантиметр шығады. Келесі 7 килограмм көбейту 3, яғни шеттерде 3 бізде 21 килограмм. Келесі 21 килограмм бөлу 3 бізде 7 килограмм шығады. 21 килограмм бөлу 7 бізде 3 килограмм шығады. Келесі 6 литр көбейту 4. Ал жерде 4-ім бізде 24 литр шығады сонда. 24 литрді бөлсек 4-ке 6 литр шығады. 24 литрді 6-ға бөлсек 4 литр шығады. 9 минут көбейту 2, яғни 9 жерде 2-ім 18 минут шығады. 18 минутты 2-ге бөлсек бізде 9 минут шығады. 18 минутты 9-ға бөлсек тең бізде 2 минут шығады. Яғни бұл жерде шығатын қорытынды көбейтіндің мәнін бірінші көбейткішке бөлсек екінші көбейткіш шығады, екінші көбейткішке бөлсек бірінші көбейткіш шығады. Ә нұсқасы өрнектердің мәнін тап. 24 көбейту 1 бізде 24 шығады. 65 бөлу 1 тең 65 шығады. 99 бөлу 1 99-ның өзі шығады. 1 көбейту 37 шығады. Келесі жақшаның ішінде 30 азайту 22, жақшаның сыртында бөлу 1. Ең алдымен жақшаның ішін орындаймыз. Жақшаның ішінде бізде 8 шығады. 8-ді 1-ге бөлеміз, 8 шығады. Келесі 12 бөлу, жақшаның ішінде 10 азайту 9. 12-нің өзін жазып аламыз. Жақшаның ішінде 1 шығады. Бөлу 1. Тең бізде 12-ні 1-ге бөлгенде 12 шығады. Бұдан шығатын қорытынды кез келген санды 1-ге көбейтсек те, бөлсек те санның өзі шығады. Келесі есеп, салыстыр. 80 азайту 30 өрнегін 40 пен салыстырамыз. Ең алдымен оны шығарып аламыз. 80-нен 30-ды азайтқанда 50, 50 артық 40-тан болады. Келесі өрнегіміз 6 бөлу 1. 6 мен салыстырамыз. 6-ны 1-ге бөліп алғанда бізде 6 шығады. 6 мен 6 тең болады. Келесі А қосу 1 және А қосу 0-ді салыстыратын болсақ, А қосу 1 бізде артық болады. Келесі 17 қосу 3 көбейту 2-ні біз 25 пен салыстыруымыз керек. Ең алдымен ол үшін есепті шығарып аламыз. 3-ті 2-ге көбейткенде 6, 17-ге 6-ны қосқанда 23 болады. Сонда 23 кем 25-тен болады. Келесі 25 азайту 5 көбейту 5 өрнегін 5 пен салыстыру керек. Ең алдымен есепті шығарып аламыз. 5-ті 5-ге көбейткенде 25, 25-тен 25-ті азайтқанда 0 болады. Сонда 0 кем 5-тен болады. Келесі 1 көбейту b мен b көбейту 1-ді салыстыратын болсақ, екеуі тең болады.
Алтыншы есеп теңдеулерді шеш. Бірінші теңдеу бізде 59 қосу x тең 72 азайту 9, яғни күрделі теңдеу берілген. Ең алдымен теңдеудің сол жағын жазып аламыз, ал оң жағын шығарамыз. 72-ден 9-ды азайтқанда 63 шығады, яғни жай теңдеуге айналдырып алдық. Енді x-ті табу үшін біз қосындының мәнінен азайтамыз белгілі қосылғышты. Сонда мәні 4-ке тең болады. Енді тексереміз. 59 қосу 4 тең 72 азайту 9. 59-ға 4-ті қосқанда 63, 72-ден 9-ды азайтқанда 63 шығады. Яғни 63 тең 63 болады. Келесі теңдеуде күрделі теңдеу, жақшаның ішінде 66 қосу 18, жақшаның сыртында азайту x тең 29. Ең алдымен жақшаның ішін шығарып аламыз. 66-ға 18-ді қосқанда 84, 84 азайту x тең 29 бізде жай теңдеу болып шықты. Енді x-ті табу үшін біз азайғыштан азайтамыз айырманың мәнін. Сонда бізде шығады 55 шығады. Енді тексереміз. Жақшаның ішінде 66 қосу 18 азайту 55 тең 29. Жақшаның ішінде бізде 84 шықты. 84-тен азайтамыз 55-ті, бізде 29 шығады. 29 тең 29. Келесі теңдеу бізде жай теңдеу. X көбейту 4 тең 36. X-ті табу үшін біз көбейтіндінің мәнін бөлеміз көбейткішке. Бізде x тең 9-ға тең болады. Тексереміз. 9-ды 4-ке көбейтеміз, бізде 36 шығады. 36 тең 36. Келесі теңдеуде жай теңдеу b бөлу 5 тең 9. Бұл теңдеуде бөлінгіш белгісіз. Бөлінгішті табу үшін бөліндінің мәнін көбейтеміз бөлгішке. Сонда мәні 45-ке тең болады. Тексереміз. 45 бөлу 5 тең 9. 9 тең 9. Келесі есеп 7-ші есеп. 20-дан кем сандардың біреуін ғана пайдаланып, тура санды теңсіздік жаз. А-ның орнына біз 19 санын қойсақ болады. 19 артық 18-ден. Одан кейін Б-ның орнына 18-ді қойсақ болады. 18 артық 17-ден. Одан кейін С-ның орнына 16-ны қоямыз. 16 артық 15-ден. Одан кейін X-ның орнына қоямыз 11-ді. 11 артық 10-нан болады. Яғни барлығы да 20-дан кем сандар. 8-ші есеп. Есептерді шығар. А нұсқасы. Жарысқа әрқайсысында 4 баладан 3 топ қатысты. Жарысқа барлығы неше бала қатысты? Қысқаша шартын құрамыз. Әр топта 4 бала, топ саны 3, барлығы бізде белгісіз. Шешуі барлығын табу үшін 4-ті 3-ке көбейтеміз, тең 12 шығады. Жауабы жарысқа барлығы 12 бала қатысты. Ә нұсқасы. Жарысқа келген 12 бала 3 топқа тең бөлінді. Бір топта неше баладан болды? Қысқаша шартын құрамыз. Барлығы 12 бала бөлінді 3 топқа. Әр топта бізде белгісіз баланың саны. Шешуі 12-ні 3-ке бөлеміз, бізде 4 шығады. Жауабы бір топта 4 баладан болды. Б нұсқасы. Жарысқа келген 12 бала бірнеше топқа бөлінді. Әр топта 4 баладан бар. Балалар неше топқа бөлінді? Қысқаша шартын құрамыз. Барлығы бізде 12 бала, әр топта 4 бала, топ саны бізде белгісіз. Шешуі 12 бөлу 4 тең 3. Жауабы балалар 3 топқа бөлінді. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Балалар, сабақты аяғына дейін көргендерің үшін рахмет. Сабақтардың барлығы түсінікті болса, комментарийге жаза кетіңдер және достарыңмен бөлісуді ұмытпаңдар. Сау болыңдар.